Енді манты жасағанда дәл осы лайфхакты міндетті түрде қолданыңыз. Сонда мантыңыздың сырты қатпай, жұп-жұмсақ, іші сочный, өте дәмді болып шығатын болады. Мантыны тіпті әдемі етіп түйе алмаймын дейтіндердің өзіне ең керемет оңай әдіс. Алдымен електен өткізілген ұнға жұмыртқа, тұз, сұйық май және сап-салқын суымызды құйып отырып қамыр илейміз. Бізде қатты қамыр шығатын болады. Салафанға салып 1 сағатқа тындырамыз. Енді оған дейін пиязымызды блендерден өткіземіз, немесе ұсақтап тураймыз. Фаршымызды саламыз, үстіне тұз, қара бұрыш және сұйық май қосып араластырып салмасын дайындап қоямыз. Енді тынып тұрған қамырымызды осындай ұзыншалап кесіп, кіші бөлшекке бөліп өлшеп аламыз. 15 граммнан шығады. Барлығын домалақтап дайындап, осылай шетінен жайып, ішіне 1 ас қасық салмасын салып, жапсырып және осындай тіс шығығыш, яғни зубочисткамен осылай әдемілеп қадап шығатын боламыз. Көргендеріңіздей 1 рет жапсырғаннан кейін осылай зубочисткамен әдемі етіп түйіп шығамыз. Мантыны әдемі түйе алмайтындардың өзіне дәл осы әдіспен керемет етіп шығаруға болады. Майға батырып осылай мантымызды пісіріп аламыз. Бетіне паприка және көк шөппен әрледім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса парақшаға тіркеліп кетуді